Barşаңызға сәлем. Түркиядан дәмді рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құлпынай магнолия десертін дайындауды көрсететін боламын. Рецептке бастамас бұрын төмен жақтағы бастырманы басып, каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен десертке пудинг дайындауды бастаймыз. Ол үшін кастрюлеге 1 литр сүтті құйып аламыз. 4 ас қасық ұн, 1 жұмыртқа, 100 мг сұйық кремді құйғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Және де видеода толық көрінген жоқ, бірақ міндетті түрде 1 стакан қант қосуды ұмытпаймыз. Ингредиенттердің бәрін араластыру арқылы пешті қосып пісіруді бастаймыз. Кем дегенде 5-10 минут пісетін болады. Пудинг қоюланғаны көзге көріне бастаған кезге шейін пісіреміз. Піскен соң пешті өшіріп, 1 пакет ванилин қосамыз. Ванилинді қосқаннан кейін пудингімізді басқа ыдысқа құямыз. Үстін пленкамен жабамыз. Осылайша қаймақтанып кетпеудің алдын аламыз. Екінші жағынан рондаға 1 пачка печенье саламыз. Рондадан өткіземіз. Осылайша біздің печеньеміз дайын. Қалаған печеньеңізді қолдансаңыздар болады. Мен десертіміз үшін осындай стакан қолдануды жөн көрдім, бірақ сіз қалаған ыдысқа жасасаңыз болады. Осымен десертімізді дайындап бастаймыз. Ыдысымыздың түбіне печеньелерді құйып бастаймыз. Қасықпен түзетеміз оны. Печеньені салып болғаннан кейін стаканымыздың шет жақтарын құлпынаймен әрлейтін боламыз. Құлпынайды жіңішке қылып кессеңіз жақсы болады. Стаканға жабысып тұрса, пудингті құйған кезде әдемі тұратындай. Сырт көзге жасалу қиын болып көрінсе де, өте дәмді және өте оңай, өте леззетті десерт. Әрқайсыңызға жасауға кеңес беремін. Осылайша ыдысымыздың шет жақтарын құлпынаймен әрлеп болдық. Енді салқындатылған пудингті миксермен араластырамыз 1-2 минут. Пудингімізді салып бастаймыз. Құлпынайлардың жоғары жағына шейін жауып тұратындай 3-4 қасық салатын боламыз. Пудингтар тегістеп болғаннан кейін үстіне 1 бағабат печенье қоятын боламыз.
Печеньеларды қойып болғаннан кейін үстінен құлпынаймен сәндейміз десертімізді. Одан кейін десертіміз дайын. 2-3 сағат тоңазытқышта тұрғаннан кейін салқын түрде ұсынуға дайын. Қонақ келгенде де және өзіңіз де жасап жесеңіз болады. Осымен біздің десертіміз дайын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.